көрермен, құрметті оқырман, каналыма қош келдіңіз. Мен есімім Ақерке. Бұл каналда біз кітап, әдебиет жайлы пікір таластырып, әңгімемізбен бөлісіп, әлемде болып жатқан жаңалықтарды біраз қазақша насихаттауға бағытталдық. Сондықтан да егер де осы іспеттес тақырыптар сізге жақын болса, жүрегіңізге жақын болса, міндетті түрде әрі қарай менімен бірге жаңа бір кітап туралы пікірлесуді, ой бөлісуге шақырамын. Бүгін мен сіздерге өзім осы аптада бір-екі күн бұрын ғана оқып бітірген кітап туралы айтқым келіп отыр. Бұл кітаптың ерекшелігі, бірнеше ерекшелігін атап өтейін. Біріншіден, бұл кітапты мен кездейсоқ алдым. Меломан дүкенде жүргенде көзіме ілікті. Өзінің бет әлпетімен кітаптың сыртқы бейнесі маған қызықты болып көрінді. Одан кейін аннотациясын оқыдым. Кітаптың қай баспадан шыққанына мән бердім. Және де қазіргі заман прозасынан бір таңдамалы дүниелерді оқысам ба деген ниетте жүрген болатынмын. Соның ішінде осы кітап қолыма түсті, бірақ мен бұл кітапты шатаспасам өткен күзде алған болатынмын. Қолыма түссе де біраз уақыт оқи алмай жүрдім, ал қолыма алып бірінші бетін ашқан күннен бастап соңына дейін өмірімдегі ең әдемі романдардың бірі екенін түсіндім. Роман «Место для нас» деп аталады. Әдеттегідей көп кітаптар өкінішке орай орысша тәржімада қолжетімді, сондықтан да мен осы кітапты орысша оқыдым. «Место для нас». Бұл роман жазушы үшін дебют шығарма екен. Алғаш рет баспадан шығып, алғаш рет оқырманға тараған екен 2-3 жыл бұрын. Жалпы басында мен авторға мән бермедім. Автор қандай шығармалары бар екен, жалпы шығармашылығы қалай дамып жатыр екен, қандай шығармашылық жаңалықтары бар екен деген сияқты дүниелерге мән бермедім. Тек қана кітапты алып оқыдым. Ең бірінші назар аударсаңыздар, қазір жақындап көрсетемін. Бұл кітап Сара Джессика Паркер, яғни барлықтарыңыз білетін әйгілі Sex and the Big City деген сериалдың жұлдызы. Голливудтағы менің ойымша ең беделді танымал әйелдердің бірі. Америка жұлдызы. Мүмкін осы әлем бойынша да көбісі танып біледі деп ойлаймын. Сол Сара Джессика Паркер өзінің оқырмандарымен әрқашанда кітап туралы ойлармен бөлісіп, сол кітаптарды насихаттап, жалпы әдебиет, көркем шығарма әлеміндегі талғаммен ерекшеленіп жүреді. Сара Джессика Паркер алғаш рет баспа ашып, ол баспа бір үлкен баспаның бір тармағы ретінде ашылған екен. Ең алғашқы осы кітапты таңдап, қолжазбаны жас авторды насихаттауға бел буған екен. Автор туралы айта кетсек, Фатима Фархин Мирза. Шығысқа тән әдемі есім. Фатима 1991 жылы Калифорнияда дүниеге келген екен. Сол жерде өсіп өнді. 18 жасында медициналық бағытта оқуға түскен екен. Бірақ өзінің бірден медицинадан бөлек үлкен арманы, үлкен тілегі, талабы бар екенін түсінгеннен кейін әдебиет бөліміне, филология бөліміне ауысқан екен. Фатима Калифорниядағы эмигранттар отбасында дүниеге келген. Ата-анасы екі бауырымен бірге шағын сондай эмигранттар отбасында өмір сүрген. Фатиманың өмірінде ең қызықты деп айтуға енді болмайды, бірақ трагедиялық оқиғалардың бірі ол әйгілі 11-ші қыркүйекте болған террорлық актке байланысты. Дәл сол кезде Фатима әрине де қоғам тарабынан қыспаққа алынады. Америкада исламофобияның жаңағы
деңгейі арта түседі. Ал мұсылман отбасында дүниеге келген және ислам дінінің жаңағы қағидаларын қатаң ұстанған отбасыда өмір сүру Фатима үшін өзіне бір ойында, жүрегінде бір із қалдырған екен. Сол көрген білгені, отбасы жағдайы, отбасы ішіндегі толғаныс, тебіреністерді осы романда көрсеткен екен. «Место для нас» бұл романда автобиографиялық деп айтуға болады. Романды оқып біткеннен кейін Фатима Фархи мырзаның биографиясымен, өмірбаянымен танысып өттім. Шынымен де өзінің әкесі, анасы және 2 бауыры туралы жазған сияқты. Бірақ бұл қаншалықты шындықпен жанасатынын білмеймін, бірақ ішінде жазылған шындықтар, оқиғалар, сезімдер олардың осы өмірден алынғаны сөзсіз байқалып тұрады. Фатима бұл романды 18 жасында жаза бастаған және 10 жыл көлемінде жазып бітірген екен. Ең алғашқы романның қолжазбасы Сара Джессика Паркердің қолына тиіп, осы романды басып шығаруға және жас жазушыны сүйемелдеуге біраз жұмыс жасаған екен. «Место для нас» бұл романды бірінші алған күні мен ойладым, роман мүмкін қазіргі тенденцияға сай меломан дүкенінде толып тұрған, кез келген сайттарда толып тұрған Young Adult сериясындағы бір шығарма деп ойладым. Яғни жастарға арналған, ішінде көбіне лирика, махаббат, сезім тақырыбы алға қойылған шығарма деп ойладым. Бірақ мен үшін бұл роман өте жақсы әдеби шығарма болып қабылданды. Біріншіден, себебі романда басты тақырып ол отбасы. Мына алмағайып заманда отбасы жайлы, отбасы арасындағы, бауырлар арасындағы, ағайын арасындағы, әке мен бала, шеше мен қыз баланың арасындағы, ана мен ұл баланың арасындағы ойлар, қарым-қатынас, мұны соның барлығын әдемі жазып, бояусыз, еш боямасыз, еш жаңағы оны ұлғайтып бір көрсету емес, күнделікті сізбен біздің көріп жүрген жағдайларды жазып өткен секілді. Тағы да бір айта кететін қызықты жағдай, Фатима Фархи мырзаның жазған әңгімесі Калифорнияда орын алса да, үнді отбасында орын алса да, мұсылман отбасында орын алса да, менің ойымша әлемнің түкпір-түкпірінде орналасқан кез келген оқырманға жақын болып көрінуі мүмкін. Оған себеп бар, себебі адам баласына махаббат тән болғандықтан, бұл махаббаттың мысалы, мына Америкада осылай екен отбасы, мына жақта бұлай екен, әрине де менталитетке қатысты дүниелер бар, бірақ дегенмен де адамзатқа ортақ жаратушының берген қасиеттері адамның нәсіліне, ұлтына, немесе әлеуметтік статусына байланбайтынын түсінуге болады. Және сол ойларды оқи отырып, көре отырып, сезіне отырып, мына қазақта айтады ғой, атаның баласы болма, адамның баласы бол деп. Адамдарды бір-біріне жақындататын роман деп ойладым. Бірақ мына романда әрине де өзінің басында шамамен 20% оқып шыққанда маған ұнамаған тұстары болды. Ол біріншіден автор Америкада тұратын мұсылман отбасын барынша енді шындыққа жанасатын түрде болса да өте қатаң қағидаларын көрсеткен. Яғни ана мен бала арасындағы, ата-ана мен бала арасындағы жаңағы қатаң тәрбие, қыз балалар мен ұл балалардың араласуына тыйым салынатын дүниелер. Мұның барлығы америкалық оқырманның көзқарасымен мен өзім ойымша әрине де бір экзотика немесе тым қатал қағида, тіпті біреулер надан қағида деп айтуы мүмкін. Сондықтан да сондай дүниелерге біз жетпей егер қарайтын болсақ, яғни сауатсыз оқырман болатын болса, онда бұл жерде
мұсылман отбасындағы қатаң қағидалар адамның қанатын қайыратын дүниелер бар екен деп ойлап қалуым мүмкін. Бірақ бұл ойларым менің басында маған ұнамаған. Романның сол 20%-нан кейін, ортасына қарай оқығаннан кейін бірден сейіле бастады. Себебі мына қазіргі тенденцияларға сай Америкадағы иммигранттар өмірі, Америкадағы ислам тақырыбы бұл жерде тек қана фон болып баяндалады екен. Нағыз тақырып ол отбасы арасындағы қарапайым жағдайлар. Ең қызығы бұл жерде басында үнді фильмі сияқты басталады. Өте әдемі үйлену тойынан бір көрініс. Бұл көрініс маған бір жақын болып сезілді, себебі бала кезімде үнді фильмдерін көрген едім. Сол жердегі отбасылардың бір-біріне айтқан тілектері, содан кейін этап-этап бойынша саты-сатылап жасаған дәстүрлі бір ритуалдары осы романда көрсетілген. Және үнді фильмін көрген адамдар енді бала кезде телевизорден көбісі көрген шығар, әлі де жақсы көріп қарайтын, тамашалайтын адамдар болу керек. Сол үнді фильмдерінің бір картинасын елестетеді. Ары қарай бұл романның басында тұрмысқа шығып жатқан Хадия деген қыздың тағдыры баяндалады деп ойладым. Себебі Хадия тұрмысқа шығар алдында өзінің жақын досы Тарих деген адамға, жаңағы жігітке тұрмысқа шыққалы отыр, бірақ өзінің ішінде толғаныс болады. Мен дұрыс таңдау жасадым ба, өзіме сай таңдау жасадым ба деген сияқты. Қазір мен фокус маған келмей тұр ғой, енді фокус маған келді. Сол тақырыптар аясында болады деп ойладым, бірақ бұл жердегі менің ойымша басты кейіпкер деп атауға болатын ол отбасыдағы ұл бала. Жалпы ислам дүниесінде, шығыс елдерінде ұл баланың тәрбиесіне үлкен мән береді. Ұл бала жаңағы отбасының ошағын ары қарай сөндірмей алып кететін болашақ ұрпақтың жаңағы басы ретінде қаралғандықтан, әрине де сол мәселе бұл жерде әдемі ашылған екен. Дегенмен де тек қана жаңағы ұл баланың, оның есімі Амар. Жалпы кейіпкерлер туралы айта кетсем, отбасы қарапайым, кішігірім отбасы. Лейла және Рафик деген үнді азаматтары. Кезінде осы Рафик бірінші көшіп келеді екен Америкаға, одан кейін отбасылар арасында жаңағы келісім бойынша Лейла Рафикке тұрмысқа шығады. Екеуі оған дейін бірге білісіп, сөйлесіп, таныспаған екен. Бұл келісім бойынша жасалған үйлену той болады. Америкада Рафик қарапайым азамат, жұмыс істейді, отбасына жаңағы табыс әкеледі. Лейла болса үй ханымы, үйде балалардың тәрбиесімен, солардың тамағымен, тазалығымен айналысады. Олардың отбасында 3 бала өмірге келеді. Үлкен балалары, тұңғыштары Лейла, кешірім өтінемін, Лейла емес, аты Хадия. Екіншісінің есімі Худа, ортаншы бала, қыз бала. Және соңғы кенжесі, үшінші баласы Амар туралы осы шығармада бірнеше көріністер орын алады. Бір оқиғаны бірнеше көзқараспен қарауға болады. Себебі бұл жерде орын алған қарапайым үйдегі, мысалы, кейде кикілжіңдер болып жатады. Ана мен бала арасындағы махаббатты жеткізу, әке мен бала арасындағы махаббатты көрсету сынды мәселелер орын алады. Сол оқиғалар маған қатты ұнағаны Худаның көзқарасымен, Амардың көзқарасымен, Хадияның көзқарасымен бөлек-бөлек баяндалады. Және адам пенде болған соң, олардың пендешілік кейбір қасиеттерін жаңағы әрқайсының көзқарасымен қарағаннан кейін ғана түсініп, қабылдап, соған жанын ашып,
жаңағындай жақынырақ сезінуге болады. Ондай кейбір жағдайлар әр отбасында болады. Мен өзім ойымша жаңағы бала кезден ата-ананың көңілінен шығу, ата-ананың алдындағы борыш, және ата-ананың балаларға беретін білімі, олардың жағдайы, киім-кешегіне дейін сол барлық уайымның, былай қарасаңыз, тұрмыстық жай қарапайым дүниелер, бірақ біздің өмірімізді, айналамызды толтыратын дүниелер дәл осы айтылған сөздердің арасынан табылатынын мойындауымыз керек. Әрқайсысының көзқарасын тыңдап көргеннен кейін әрине де сіз болған оқиғаның жан-жақты қарай аласыз. Бір оқиғаны міне қазір былай қабылдадым, одан кейін кейбір дүниелер қате болып көрінеді. Кейбір дүниелер мысалы мен дұрыс бағалаған екенмін деген сияқты ойлар келеді. Сондықтан жаңағы кітапты басынан аяғына дейін оқу үлкен бір жаңағы тәжірибе береді бойыңызға. Және маған қатты ұнаған ол соңғы бөлім, 4-ші бөлімінде отбасыда болған бүкіл кикілжіңдер, бүкіл бақытты сәттер, қиын сәттер барлығын әке көзімен айтып береді. Сол кезде шыны керек мен көзіме жас алдым. Соңғы 10 беттің көзімнен жасты тыя алмай оқыдым. Ең қызығы бұл қазақ оқырманына да өте қажет романдардың бірі деп ойлаймын. Егер қазақша тәржімаланып, мысалы 11-ші сынып оқушылар арасында насихатталса, немесе студенттер арасында насихатталса, нұр үстіне нұр болар еді. Шынымен де өте жақсы, керемет, таза, әдемі, барлық тенденцияларға қарсы тұратын, шынайы тақырыпты аша білген және оны барынша шынайы өміршең қылып жаза білген, кіп-кішкентай ғана өзі сұлу, өзі әдемі, нәзік Фатиманың қолынан келгеніне мен таң қалдым. Және осындай авторлар қазақ қыздарының арасында да көбейсе деген үлкен үмітім бар. Міндетті түрде оқып, қарап көріңіздер. Қазіргі қаламына ұстаған жас прозашылар да қарап өтсе жақсы болады. Журналистер қауымына да айтатын дүние, мұғалімдер тарапынан да, балалар тарапынан, отбасыда жалпы ата-ана барлығы осы кітаптан өзін таба алады. Және бұл кітап тәрбие беретін кітап емес, бірақ сіз кейбір қарапайым заттарды уақытты тоқтатып, соған назар аударуға көмектесетін құрал іспеттес. Онымен қоса, мен өзім ойымша әдебиеттанушы ретінде айтатыным, бұл әдеби көркем шығарма, яғни бір күндік дүние емес. Қаншалықты тарихта қалатынын білмеймін, себебі шынымен де тарихта қалу үшін ол көбінесе философиялық ойларды алға қою керек. Бұл қарапайым шығарма. Бірақ меніңше тек қана бір күнде ұмытылып қалатын кітаптардың бірі емес. Бұл кітап туралы әңгіме осымен тамам. Келесі кездескенше мен сіздерге бірнеше өзім оқып жатқан кітаптарды көрсетіп өткім келеді. Себебі осы каналда алдында мен жаңадан алған кітаптарды көрсетіп отыратын болатын. Видеолар саны аз болса да, дегенмен де өзіміздің бір кішігірім ғана дәстүріміз жинақталған, сақталған сияқты. Қазір мен қолымда Мариам Петросянның «Дом в котором» деген кітабы. Бұл кітап мен соңымнан жаңағы жүрген бір кітаптардың бірі сияқты, мен өзім ойымша, себебі қайда қарамасам да әлеуметтік жерде барлығы осы кітапты бірнеше жыл көлемінде оқып келеді және отзывтары керемет. Мен 60-шы бетке дейін ғана оқыдым кітап. Жалпы кітап өзі 1000 бетке тартады, бірақ мәселе көлемде емес, кітапты қабылдау өте қиын. Стилистикасы, тілі керемет. Сол керемет суреттеуіне байланысты мен барлығын көз алдыма елестеткеннен кейін мен жан жүрегімнің ауырып, жаңағы уайымдап кеткенін байқадым 60 беттің өзінде. Себебі бұл жерде мүгедек балалар туралы, мүгедек балалар тұратын үй туралы айтылады екен, бірақ бұл реалистік көзқарас емес. Жалпы ерекше. Мен кейін өзім оқып біткеннен кейін міндетті түрде рецензиямды қалдырамын, ой бөлісемін осы каналда, сондықтан да каналға жазылып қойыңыздар.
ерекше кітап екен. Білмеймін. Менің ойымша бұл жерде магиялық реализмге байланысты бір дүниелер бар, бірақ оны нақтылап оқып біткеннен кейін айтамын. Одан кейін өзім көптен күткен, бұл менің сүйікті жанрым, фэнтези, магиялық реализм, фантастика, ғылыми фантастика. Бұл менің өмірімдегі ең сүйетін бағыттарының бірі. Оқырман ретінде, әдебиетші ретінде де өзімнің ғылыми жобаларым барлығы осы жанрлармен байланысты. Мына кітап біздің Қазақстанда өкінішке орай барлық жерде сатыла бермейді және насихаты да көп емес, бірақ бұл үлкен канадалық жазушы Роберт Дэвис. Сол Роберт Дэвис Канадада және шетелдерде, Европада да, Америкада да, шығыс елдерінде де өте танымал екен. Танымал бола тұра, неге бізде Қазақстанда осы кітап туралы әңгіме аз айтылады деген ой келді. Бұл кітапта бірнеше шығарма жинақталған екен. Сол шығармаларды оқып, мен бұл кітапты көп іздедім. Кітап дүкендерінен таппай Wildberries сайтынан, киім-кешек алатын сайтының ішінен тауып алғаннан кейін қуанып бірден сатып алдым. Әлі оқып көрген жоқпын, тек қана қарап шықтым, себебі шыны керек, мен шыдамым жетпейді. Сондықтан да кітаптарды тез қарап, біраз кішкене дүниелермен біліп қарағандай болдым. Одан кейін мен жаңа кітаптардың ішінде, бұл жерде бұл әдеби көркем шығарма емес, Скандинавия елдерінің мифтері жайлы мен ерекше өзім қызығушылық танытатын тақырып, қалай айтады, язычество, тәңіршілдік уақыты кезінде скандинавтарда қалыптасқан аңыз, әңгіме, әфсаналар туралы кішігірім ғана энциклопедия. Бұны мен қарап шықтым, бірақ бұндай кітаптарды мен толық басынан бастап аяғына дейін оқымаймын. Бұл кітаптар үстел үстінде тұрады. Сол бос уақытында бір 10-15 шақты беттен қарап оқып отырамын. Меніңше өте қызықты, бірақ бұл туралы мен бөлек әңгіме айтқым келеді, себебі менде Скандинавия елінің әдебиеті, Скандинавия елінің фольклоры туралы айтатын әңгімем бар. Бұл бағытта біраз нәрселерді оқып біліп келемін. Одан кейін тағы да сол іспеттес кітаптардың бірі бұл Жапонның халық ауыз әдебиеті ертегілерінің жинағын тауып алдым. Жинағы өте керемет, үлкен, көлемі үлкен, және де бұл жерде біз білмейтін түрлі сюжеттер жасырынған екен. Соның ішінде 1-2 ертегісін ғана оқып көрдім. Қызықты. Бұл енді менің таза ғылыми тұрғыдан, жалпы жапон әдебиетінің тарихын, жапон мәдениетін жақынырақ білгім келген үшін алдым. Бұны да үстел үстінде ұстап анда-санда қарап отырамын, бірақ ертегілерді мен басынан бастап аяғына дейін толық оқып шығуға ниеттеніп отырмын. Одан бөлек менің бұл кітапты алған өте көп уақыт болды. Көктемде алдым, шатаспасам, Орхан Памуктың «Веба гежелері», «Чумные ночи», «Оба түндері» деп аударуға болады. Роман әлі ешқандай тілге аударған жоқ, тек түрік тілінде. Мен түрік тілін әжептәуір жақсы меңгергендіктен кейін, міне қарасаңыздар, тек қана 25 бетін оқып шығыптым. Мен үшін басқа тілде, қазақша, орысша тілдерден бөлек тілде көркем шығарма оқу қиындау. Сондықтан да мен бұл кітапты 20 бетін өзін ұзақ уақыт оқығаннан кейін, әр сөздерін түртіп қарап отырғаннан кейін кейінге қалдырдым. Егер қолым тиіп, өзім осы кітаппен айналсам деп ниет еткен күні міндетті түрде оқып бітіріп сіздерге өз ойымен айтам. Басы маған өте қатты ұнады. Жалпы бұл әңгіменің, бұл романның не туралы екенін мен жақсы білемін. Орхан Памуктың кітабын бұрыннан бері күттім, біраз уақыт бойы күткен жаңалық болды. Кітап шықты деген кезде бірден Түркиядан бұны тапсырыспен алдырған болатынмын.
мына кітап туралы мен негізі бұрында оқыған, бірақ мүлдем есімде қалмаған кітаптардың бірі. Бұл да Скандинавия елдерінің халықтарының фольклормен, аңыздармен байланысты Евангелие от Локи дейді. Қазіргі таңда жалпы Тор, Локи жайлы аңыз әңгімелер өте танымал, жаңағы сәнді деп айтуға болады. Джоан Харрис бұл кітапты бауырым Ақжол оқып бітіргеннен кейін маған қайттан берді, себебі ол айтқан әңгімелерін мен жартысын түсініп, жартысын түсінбедім. Сонда осы кітапты мен бұрында оқығанмын, және сол оқыған дүниелерімді ұмытып қалғанымды сезінгеннен кейін бауырымнан осыны алып қайта оқып көруге бел будым, бірақ әлі бастамадым. Жалпы оқитын кітаптар көп, барлығын біртіндеп оқуға тырысып жатырмын. Менің көптен күткен, өте қатты қалаған кітаптарымның бірі Чарли Кауфманның «Муравейчество» деген кітабы. Бұл кітап ерекше. Бұл кітап туралы қазір мен ештеңе айтпаймын. Көлемін көріп отырсыздар, көлемі әжептәуір. Бірақ Чарли Кауфман туралы бірнеше сөз. Бұл кітап қазір барлық елдерде, барлық әлемнің түкпір-түкпіріндегі оқырмандардың жүрегінен өз орнын тауып жатыр. Чарли Кауфман, сіздер білесіз шығарсыздар, сценарист, өмірінде бір керемет дүниелерді шығарған, экранға шығарған сценаристердің бірі. Және оның ең танымал, мәселен, аты қалай еді? «Вечное сияние чистого разума». Сол киноның сценарийін жазған. Одан кейін мен өте қатты жақсы көретін фильмдердің бірі «Быть Джоном Малковичем». Сол киноның одан бөлек көптеген шедеврлердің авторы, ал өзі кейін толып пісіп шығармашылығының әжептәуір бір жолын жүріп өткеннен кейін алғаш рет міне осындай көркем шығарма. Бұл жерде юмор, сарказм, сатира, әжуа түрінде жазылған дүниелер көп екен. Сондықтан да мен бұл кітапты өте қатты оқығым келіп жүр, бірақ мен алдыңғы қойған мақсаттарым, жоспарым бойынша басқаларын оқып шығуым керек. Және бұл кітапты бір көптен күткен арманым орындалғандай өзім жеке оқығым келіп жүр. Кейде мен кітаптарды бір уақытта оқимын, бірнеше кітапты. Сондықтан да бұл кітапты мен өзіме жаңағы десерт дейді ғой, десертті соңына қалдыратын. Сол сияқты мен бұл кітапты мүмкін күздің аяғына қарай оқуға жоспарлап отырмын. Және тағы да бір жаңа кітап, 2021 жылдың жаңағы біздің айтып өткен Чарли Кауфманның кітабы де, қазір мен сіздерге көрсететін Алан Мурдың кітабы де 21 жылдың үздік романдары ретінде қазірден бастап мойындалып қойған. Сондықтан да мен үшін жаңағы жұрттан қаламыз ба, қазақша осы кітаптар туралы ақпарат тарату үшін мен де осы кітаптарды оқуға бел будым. Қарап отырсаңыздар, алған кітаптардың барлығы өте көлемді, бәрі де 1000-2000 беттің көлемінде. Алан Мурдың «Иерусалим» кітабы. Алан Мур көбіне графикалық романдардың авторы, комикстердің авторы, және осындай бір үлкен роман жазып шығарған екен. Бір жағынан бұл да дебют сияқты, себебі көбіне графикалық романдар жазған адам үшін өзі әжептәуір жасқа келіп қалған. Бұл бір жаңалық болды. Шет елде әрине де бұл кітап шыққан күннен бастап үлкен резонанс тудырды. Оның ішінде кейін ресейліктер бірден аударып, орыс тіліне Ресейде де әжептәуір оқырмандар өзінің жақсы пікірін қалдырып. Бірақ менің білуімше бұл кітап әрқайсысына келе бермейді. Бұл кітап біраз қиындау структурасы бойынша, құрылымы бойынша. Сондықтан да мен бірінші оқып көрейін, және бұл кітаптың не туралы екен, оқуға тұра ма екен, қазақ оқырманына қандай бір жаңалықтарын айта алады екен. Уақыт мөлшері артып кетті ғой деймін, мен записім тоқталды. Қаншалықты жазған білмеймін, жаңа көп әңгіме айтып запись тоқталған енді ғана көріп отырмын. Алан Мурдың «Иерусалим» кітабы өте сәнді, қазір барлықтардың аузында жүрген кітаптардың бірі. Міне сатып ал, бұл кітапты да міндетті түрде оқып, сіздерге өз пікіріммен, ойымен бөлісетін боламын. Қашанда қазақ оқырмандары әлемде болып жатқан мәдениет, әдебиет жаңалықтарын соңынан
қалмаса екен деген тілекпен, сіздерге де міндетті түрде қарап жүріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, кітаптар туралы, әдебиет жайлы, әдебиет тану бойынша, өнер, мүмкін кино бойынша да экранизациялар туралы сұрақтарыңыз болып жатса, міндетті түрде осы видеоның астына комментарий қалдырып кетіңіздер, пікір жазып, мен бәрін оқып жауап беремін. Егер өздеріңіз қалаған кітаптарыңыз туралы естігіңіз келсе, оны да айта кетіңіздер. Оқыған болсам айтып беріп, оқымаған болса оқып алып, сол туралы әңгімемен бөлісуге дайынмын. Алтын уақыттарыңызды жақсы ақпаратпен, әдемі көркем шығармалармен, әдебиет әлеміндегі жаңалықтармен толықтыруларыңызға тілекшімін. Келесі кездескенше сау болыңыздар.